Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте оңай, ерекше әдіспен дайындалатын, тез дайын болатын, керемет қыстық салат дайындайтын боламыз. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Қанша мөлшерде қосу керектігін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен қызанақтарымызды тазалап жуып аламыз, одан кейін артық керек емес жерінен тазалап видеода көрсетілгендей осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Барлық қызанағымызды турап шығып, үлкен ыдысымызға саламыз. Енді қиярды алып, оны да алдын ала тазалап жуып алыңыздар. Одан кейін керек емес жерін алып тастап, видеода көрсетілгендей дөңгелек етіп турап шығыңыздар. Бұл салатты 2 сағат қайнатып отырудың қажеті жоқ, барлығын араластырып алып, өте оңай әдіспен дайындалады, сондықтан өткізбей видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қиярымызды да ыдысымызға саламыз, турап дайын болған. Енді тәтті болгар бұрышын алып, оны да домалақтап, артық бөлігін алып тастаймыз да дөңгелектеп турап аламыз. Қызыл және жасыл түрлерін алып қолдансаңыздар болады, өте әдемі көрінеді. Және де пиязымызды алып, оны да дөңгелекше етіп турап шығамыз. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бір бума сарымсағымызды алып, оны да ұсақтап турап аламыз пышақтың көмегімен. Достар, бұдан бөлек менің арнамнан көптеген қыстық салаттардың рецептері мен дәмді, керемет пирогтардың, торттардың оңай рецептерін таба аласыздар. Сондықтан міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ащы бұрыштан 2 дана алып, оны да қосамыз. Өте дәмді, ерекше дәм береді. Қалауларыңыз бойынша 1 данасын қоссаңыздар болады. Оны да ұсақтап турап аламыз. Осылай дөңгелектеп дәнмен қосып турадым. Барлығын турап алғаннан соң ыдысымызға саламыз. Ең соңынан аскөк пен кинза немесе петрушкамызды алып, екеуін араластырып турап шығамыз. Майдалап турап алған соң ыдысымыздың үстіне қосамыз бұны да. Жасалу өте оңай. Барлығын қосып, енді татымына қарай тұзымызды қосамыз. Одан кейін сұйық майымызды құямыз үстінен. Енді жақсылап араластырып алыңыздар. Майы, барлығы тұзы біркелкі болуы керек. Жақсылап біркелкі етіп араластырып шығыңыздар. Мінекей, біздің салатымыз өте оңай дайындалады. Енді алдын ала тазалап жуылған банкілерімізді аламыз. Әрқайсының ішіне 1 лавр жапырағынан және 2-3 дана қара бұрыш дөңгелек, соны салып шығамыз барлығына астына. Банкаларымызды стерильдеп булаудың қажеті жоқ, тазалап жуып алсақ болғаны. Және де жаңағы дайындап қойған салатымызды 20-30 минут қалдырамыз, одан кейін осылай банкілерімізге жақсылап салып шығамыз. Барынша нығыздап салуға тырысыңыздар, өйткені қазір қайнаған соң бұл басылып қалып, жарты банкі болып қалады екен, сондықтан қатты престеп сала берген жөн. Дайын болған салатымызды осылай банкілерімізге бөліп салып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты, дәмі де ерекше болып шығатыны сөзсіз. Енді дайын болған банкілеріміздің үстінен 1 шай қасықтан құмшекерден салып шығамыз барлығына. Және де салаттың түбінде қалған осындай суын барлығына бөліп құйып шығамыз. Сол кезде өте дәмді, ерекше сулы болып шығады біздің салаттарымыз. Керемет салаттарымыз дайын болуға аз қалды. Дәл осы кезде кастрюлемізге суымызды құйып қайнатамыз. Осылай суымызды құйып алдық. Астына міндетті түрде шашықты төсеңіздер, өйткені банкіні салғанда, қайнатқанда жарылып кетуі мүмкін. Міндетті түрде 1 немесе 2 дана шашықты төсеп, банкілерімізді осылай құйып шығамыз. Және де 40 минут 1 сағат көлемінде қайнататын боламыз орташа отта. Осымен біздің салатымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай согы бөлініп, түсі өзгеріп, өте керемет болып шықты. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Дайын болған банкілеріміздің үстіне 1 шай қасық уксусымызды қосамыз. Жақсылап аузын бұрап, теріс қарап төңкеріп, жылы жерге орап қалдырамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Келесі видеода кездескенше менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.